Роза Мұханова. Мәңгілік бала бейне әңгімесі. Меңіреу қалпы. Дел-сал болып мүлгіген жым-жырт түнді бетке алып, терең сайға шыққан Ләйла қыздың жолында қара жамылған әлдебір бейне қараңдап сусып барады. Жапан түзде жүрген не қылған жан, дейді қыз көңіл ала бұртып. Мен адамдар әулетінің рухымын, дейді бейтаныс үрейлен сонау алыс бір жақтан дауыс салып. Терең сайға бет алған Ләйла қыз бұл сәтте беймезгіл рух тұрмақ, адамзат қасиетінің өзіне де сенуден қалған. Тек қана осындай меңіреу түнді, сол түнмен аймаласып, толықсып тұратын қияқтай әдемі айды сырлас еткен. Көкірегін кеулеген мұң арызын осы арада терең сайда сыбырлайтын. Дөп дөңгелек ай толықсып, сүттей аппақ көркімен қара жамылған қарауылға сән беретін. Кейде үңіліп қарап қалған кірпішкентай Ләйла қызбен быт-жыт болып айырылып жатқан қарауылдың жеріне есіркей қадалатын. Біресе осы түнді де кішкентай ауылды да менсінбей қиғаштай шалғайып керіліп жатып алатын. Бәлкім сонда үңірейіп ойылып жатқан жаралы жерге қарап, апырай, сенде шынымен қасиет қалмаған ба? Тозған шүберектей осынша жырым-жырым болып не күн туды? Түн ішінде сайға келіп жасырынған мынау не қылған жан? 16-дағы бойжеткен қыздың кейпі ме? Сорлау, мәңгі бақи бала кейіпте қалуыңа не себеп болған? Бұл азаптың қай түрі? Деп, бұлардың өздеріне кінә артып тұра ма? Әлде қарауылдың жеріндегі бар сойқанды сезіп, әлде кімдерге көктен аңырап, қарғыс айта ма? Әйтеуір жанындағы жұқалтаң бұлттарға екі бүйрегін кезек тіреп алып, зарлап тұрғандай көрінеді. Ләйла айға қараған қалпы қалғып бара жатыр екен. Селт етіп көзін ашты. Жанарынан үзілген бір тамшы жас дір етіп иегіне құлады. О, жарығай, мүсіркеме сен мені. Мен күнәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кекпен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқтымын, басқаларға адам емес, адам пейілін тәубаға түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, мұны Алла тағала адамдар тәубасына келсін, қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма, жарығай? Мен саған ғана, сенің өзіңе ғана сенемін. Тым болмағанда үмітімді сен ақтарсың. Сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін осы? Мәңгілік пе? Шынымен де мәңгілік өспей қалған бала кейіп пе? Ләйла қыз сөйлеп отыр. Мұлқауай дөңгелене алыстап барады. Ләйланы да, жерді де аймалап барады. Өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Я, менің де әп-әдемі, нәп-нәзік қыз болғым келеді. Ләйла жаңағы өзі жасырынып отырған қап-қараңғы терең сайдан жүгіріп шықты. Жасаурап, үкідей қадалған қыз көзіне сұп-сұлу әппақ ай үрке қашып бара жатқандай көрінді. Сол 8 жасар мәңгілік бала бейнеде өспей қатып қалған Ләйла тамыры адырайған егде қолдарын сермеп көкке көтерді. Ей, қашпа менен, қашпа, бәрібір сені тауып аламын. Жасқандың ба, сен де менен жиркенемісің, сен де менен қорқамысың, жарғай? Ай барған сайын алыстап, сырғып барады. Мүгедек қызды да жырым-жырым болып айырылған жер бетінде менсінбей, қап-қараңғы түн сергіне қолтықтап, толықсып, кергіп барады, ұзап барады. Ләйла қыз одан сайын дауыстап, қол бұлғап, айғайлап тұр. Ертеңде қайта оралшы, ертеңде терең сайда кездесейік, мен сені сонда күтемін, терең сайдан күтемін, жарығай. Ең соңғы сөздерді айтқанда иегі кеңсеңдеп, жүрегі құрғыр алай-дүлей соғып езіліп кетті. Бұл жолы қарауылға бет алған Ләйла қызға Шыңғыс тауының еңселі биік шыңы барған сайын шөгіп бара жатқандай көрінді. Бұл жолы қыз тау белестерінен бір түрлі сескеніп, үрейленіп келеді. Әлгі бір адам рухымын дейтін түн иесі де қартайған тау етегінен пана іздеп жүрген қаралы киімділер ме көзі бұлдырап кетті. Өзі тұратын Қатира тәтесінің үйіне жақындай бере тынысы тарылып, демі қалтырап шықты. Есіктің тұтқасынан қолын соза беріп, қайта тартып ала қойды. Үй ішіндегі өзіне тосырая қарайтын, ішіп жеп қадалатын көздерді көргісі келмеді.
жұрт ұйқыға батқанша отыра тұрсам да болар деп есік алдында кідіріп қалды. Сол сәт тосын шыққан дауыстан шошып кетіп баж ете түсті. Қатира екен. «Ей, қас қарайса жын қуғандай, осы сен қайда кетесің? Не пәлең бара?» Ләйла үнсіз төмен қарады. Ісініп, қызарған жанарында әбден сілесі қатып шаршаған күйінде тәтесіне сездіргісі келмеді. Менің мұңымды бөлісер Қатирама, одан да үнсіз тұрғанымның өзі жақсы дегендей, ләм-мим деп тіс жармады. «Қайда жүрсің деймін мен саған?» Ләйла тағы да үн қатпады. «Жоқ, терең сайда отыратынымды ешкімге, ешбір жанға айтпаймын. Мен Аймен кездесуге, сонымен сырласуға барамын. Жарық айдан басқа жанымды түсінер жан таппаған соң терең сайға жүгіремін. Ол сәтте мені іздемеңдер, менен сұрамаңдар, мені көрмеңдер». Енді саған жетпей жүргенім меңіреулік пе еді? Оған да жетерсің, меңіреуде атанарсың. Қыздың көзі жарқ етті. Қатира мырс етіп, айызы қанғандай қыздың аяқ қолына сұқтана қарады. Ләйла қыз мүгедек денесіне сабырлылық жинай алмай, ызаға булығып қалшылдап барады. Қолы мен аяғына әлдегімнің көзі түсе қалса, қужаның қоярға жер таба алмай намыстанып есі шығатын. Мынау шамадан тыс үлкейіп бара жатқан егде қолдар мен жетілмей қалған аяғына ешкімнің көзі түспесе екен, байқамаса екен деген деп зар қағатын. Ал Қатира болса, әдейі қақшиып, шошына именіп, мұның жанды жеріне тиісе түскісі келгендей сұқтана жеркене көз тастады. Осындайда Ләйла қыздың жаны шырқырап, жасырынар жер таппай аласұрады. «Қайда болдың деймін? Малқораға қайтып, қол жетпей ушу болып жатқанда қайда қашып кетесің? Айт деймін енді ойбай». Ләйла көзін жерден алмаған қалпы. Адам емеспіз бе?» деп ақырын күбір етті. Сол-ақ екен, Қатира ыршып түсті. «Сөзді қара, адам емеспіз бе дейді. Адам сиқы жоқ кейпіңе неге қарамайсың, а?» Қатираның ащы тілі сумаңдап, Ләйланың бала жүрегін қып-қызыл қан жоса етіп тілгілеп, пара-парасын шығарып, түтіп жатыр. Бұрын осындайда жанына тиер сөзді естігенде шырпыр болып, зар қағып, жылап еңірейтін қыз бұл жолы бедірейіп, қатқан қалпы, өңі қуарып, Қатирадан көзін алмады. Сезімсіз, жүрексіз, қатыгез адамның төрттілігі қашанда сай болады. «Табалайсың ғой, табалай бер, табала. Мен осы қасіретті Құдайдан сұрап алғанмын. Иә, сеніңше сұрап алған тағдырым осы. Отыңмен кіріп, күліңмен шығып жүрмін емес пе? Не жазып едім саған?» Жетілмей қалған сәби бетін жап-жалпақ алақанымен басып алып, жүресінен отыра кетті. Сол қалпы пысылдап бастап, төзімі таусылып, көз жасына ерік берді. Мұндайда бүкшиіп, босағада жылап отырған Ләйла қызға бірде-бір жан «Ей, мынаған не болды, тиіскен кім?» деп сұрамайды да, бәлкім осылай бейшара күй кешіп, жылап отыруы заңдылық деп ойлай ма? «Ей байқұс, көз жасыңды біз емес Құдай көрсін, соның ілтипатын күт, пейілін көр» дей ме? Теріс қарап күбірлеп өте шығатын. Ләйла мұны да сезетін. Түн ішінде жарқырап толықсып шығатын мылқау айды есіне алып, терең сайға қарай жүгіре жөнелгісі келетіні де сондықтан. Терең сайға түскен ай сәулесі бұрынғысынан да жап-жарық. Жер бетін кезіп, жылжыған қалпы. Ләйла қызды іздеп жүр. Қарауылдың суынан да, жерінен де, тауынан да сұрап беу-беулеп іздеу салады. «Қайда кеттің? Неғып бүгін терең сайда жоқсың?» деп ана дауыс жып-жылы алақанымен қолын жайып, сай ішінде қалықтап жүргендей. Түн жамылған сай іші жап-жарық. Ай таң атқандай ағартып барады. «Құлыным-ай» деген ана дауыс еміреніп келіп, сай ішін жағалап кетті. Сол-ақ екен, тып-тыныш бір әлем орнады да, көкірегі қарс айырылып, ана бейне дауыс салды. «Сен құрсақта жатқанда, Дегелең тауының түбінен жер астын дүмпілдетіп, жарылыс болып жатушы еді. Сол басылды ма? Іңгәлап бесікте жатқан сен талай рет сол жарылыстан қорқып, шыр етіп қолдаяққа тұрмай безілдеп кетуші едің. Сол әдеттің ес білгенше қалмап еді. Сен Шыңғыс тауының етегінен көтерілген ауадағы қып-қызыл саңырауқұлақ іспетті лаулап тұрған алауға қызығып жүгіре жөнелетін едің. Қазір ше? Апа, тау жақтағы әуеде қалықтап тұратын саңырауқұлақ бүгін тағы да түсіме кірді дейтін ең. Сонда әжең жарықтық. О, қарағым-ай, сен де Құдай жеткісе сол саңырауқұлақ сияқты жұрттың көзінің жауын алып лаулап тұратын боласың, деп
мейірлене маңдайыңнан сүйуші еді. Қазір қайдасың, қайда кетіп қалғансың? Сай ішіндегі дауыс әлсіреп сөніп, ай көтеріліп биіктеп бара жатқандай болды. Сол қалпы терең сайдағы әр тобылғының түбінен Ләйла қызды іздеп кезіп барады. Бірақ бұл жолы ай бетіне еміреніп қарайтын терең сайдағы қыз бейнесі көрінбеді. Адамдар қара құрым болып, көп жиналған жерден бойын аулақ салып, көзге түспеуге тырысып жүруші еді. Қатира қояр да қоймай бұған жік-жік бар болып жабысып алды. Жүр, қарауылда той бар, сонда барайық, сен сорлы да бір сейіліп қайт. Ләйла не айтарын білмей кезерген жұғалтаң ернін тістелей берген. Елдің көз-ақ, жұрттың сөзі. Бұл ойын Қатираға сездіріп, мүсәпір күй танысқысы келмеді. Сылтауратып, шаршап отырмын деген. Қойай, жүр, енді жүр, деп әйел қызды жұлмалай берді. Көнбейтін болғасын, қолын әр жерден бір сумаңдатып қытықтай бастады. Қыз қарқылдап кеп, қыстығып күле орнынан көтерілді де, үп-үлкен алақанымен әйелді кеудесінен итеріп қалды. Сол сәт Қатираның өні құп-қу болып кетті. Бармасаң қой әрі. Барамын. Кенет Ләйла әлдекімге ерегіскендей барамын деді. Шіркін-ай десеңші. Менен басқаның бәрі де бақытты, бәрі де көңілді. Бұл дүниенің бар бақыты 12 мүшеңнің саулығында екен ғой. Көпке қиған бақыттың өзіне зар болған қандай сормаңда едім. Ләйла той өтіп жатқан үйдің көңілді адамдарына қызыға қарады. Бұршақ-бұршақ болып төгілген көз жасын әлсін-әлсін ел көзінен жасырып сүрте берді. Білемін, өспеймін. Құдірет-ау, басқа мазағың жетпегендей, әлі көрсетер қасіретің көп пе? Онан да бір жола жоқ етіп неге жібермейсің? Неге? Саған да керегім жоқ па? Менің қасиетсіз бейнеме ыржалаңдап күлгің келе ме? Көңіліңе босқа ермек таппай, мәңгі өспейтін қыз тағдырын қызықтайын дедің бе? Ләйла, Ләйлек, ақ Ләйла. Қыз жып-жылы жігіт даусынан елең етті. Қаптаған жұрттың арасынан әлдекім жырылып, қолын созып, бұған қарай жақындай түсті. Ой, деп таңданды қыз. Құмарды қара, құмар, қандай әдем болып өсіп кеткенсің, ғажап. Өзіммен бір партада отырған құмарым ғой, көршім ғой. Құмар, иә, сен мені үнемі Ләйлек, ақ Ләйлек дейтінсің. Ләйлек деген құстың аты, ол сондай нәзік, сүйкімді құс дейтінсің. Қыз бір түрлі есінен адасқанда есеңіреп тұрып қалды. Таныдың ба, деді жігіт ақырын жымиып. Таныдым, неге танымауым керек? Сен сондай өзгеріп әдемі болып кетіпсің, бақыттысың ғой. Кешір мені, ренжіме. Сен де бақыттысың, Ләйлек. Құмар қыздың мәңгілік қатып қалған бала бейнесіне мән бермеді. Көрмегенсіді, білмегенсіді. Қыздың онсыз да өзіне қадалған мұңлы жанарына жара салғысы келмеді. Оның ішкі дүниесінің ойсырап тұрғанын да сезбегендей, қыздың кіп-кішкентай иығына қолын салып, Ләйлек, жүр билейік. Мен сені биге шақыруға келдім. Сол сәт жәудіреп қараған Ләйла қыздың жерден көтеріп алып, маңдайынан сүйді. Қыз жүрегі езіліп кетті. Жігіт қызды көтерген қалпы қаптаған көпшіліктің дәл ортасына еніп барады. Екеуі де бүкіл дүниені бір сәт ұмыт еткендей айналып билеп жүр. Ләйла қыз көзін жұмды. Бас айналып кетті ме, әлде ұмыт болған қыз сезім селт етіп, мұның әлсіз денесінің тынышын алды ма, көзін аша алмады. Сол қалпы құмардың мойнынан қапсыра құшақтап қатып қалыпты. Жігіт сәл сыбыр етіп, Ләйлек, ақ Ләйла деді. Қыз есеңгіреп барып көзін ашты. Тойға келіп едік. Ауылда ешкімде қалмауға айналған ба қалай? Сені көріп қуанып кеттім. Қыз жүзіне қызғылт рең пайда болды. Бір түрлі қысылып ұялып тұр. Үстіне киген қып-қысқа шыт көйлегінен де, Қатираның қояр да қоймай мұны бала сияқты етіп, дәл төбесіне қып-қызыл бантик тағып бергеніне де намыстанып күйіп барады. Бірі балалықтан қол үзіп, бозбаланың күйін кешіп жүр. Бірі керісінше болашақтан қол үзіп, мәңгі бақи өспей жетілмей мүгедек кейіпте қалған. Әлде тағдыр дегеннің өзі осы ма? Өзіне сөйлеп тұрған жігіттің даусы бұл жолы әсерсіз болды ма? Әлде тағы бір сүреңсіз сұрғылт ойдың шырмауына түсіп кетті ме? Әйтеуір құмардың бірде-бір сөзіне құлақ аспады. Меңіреу адамша сілейіп қатып қалыпты. Қыз егделеп кеткен қолын жасыра қойды.
ұйқыдан оянғандай есін жиып жан-жағына қарады. Жалғыз өзі. Құмар, Құмар, қайдасың? Қыз жан-жағына жалтақтай қарады. Ығы-жығы халықтың арасынан жігітті іздеген қыз аласұрған адамдарға тікісіне қарап, Құмар қайда? Қайда жібердіңдер? Қайда кетті? Қайда деп сұрастыра берген. Өмірінде алғаш рет адамдармен қатарласып, арман дүниесінің жалынын мықтап бір ұстағанда еді, ол да сусып қолынан шығып кетті. Жаңа ғана бар қасірет атаулыдан бір жолы арылып, әуеде қалықтап жүреді, топ етіп қара жерге қайта түсті. Қыз тағы да жанұшыра «Құмар» деп дауыстап қалып еді, әлдекімдер мырс-мырс етіп күлгенін, пыш-пыш етіп сөйлегенін сезді. Азаптан, осы бір азаптан құтқарыңдаршы мені деп қыз шыңғырып жібергісі келген. Сонда ғана әлгі бір мейірімі мол, жап-жарық айды іздеген. Соған қарай ентелеп ұшып, тобылғысы сірескен терең сайға беттеген. Ләйлә қыз көкке қадалып, жас іркілген жанарымен жалаңаш айды аймалап, иегін көтеріп, ғарыштағы жарық айға бетін тосты. Бұл кезде қарауыл қаралы күйде еді. Қарттар жағы күңіреніп, таяғына сүйеніп, күрсініп тұрған. Қара жамылған әйелдер бір-бірімен дауыс салып көрісіп, сай-сүйегіңді сырқыратып, зарлап жүрген. Бастарын әрең көтеріп, айырылдық қой дейді. Болашақтан үміт жоқ, бейбақ болдық қой. Ұрпақсыз тұл қалдық қой. Ата-баба жер еді, күлін көкке ұшырдың ғой. Әлсіреген әйелдер бірінің иығына бірін басын сүйеп, еңіреп жылаулы. Есі шыққан Ләйлә Қатираны іздеп таба алмады. Қарауылға не болғанын, неге осынша аңырап, зарлап жатқанын ұқпады. Көзі атыздай болып, шарасынан шығып кете жаздап тұр. Опыр-ай, не күн туған? Не болған адамдарға? Ойпыр-ай! Қыздың қол-аяғы қалш-қалш етіп, көзі жұмылып бара жатты. Қарауылдың тұрғындары сол күні қағайылып, үңірейіп жатқан жерді көрді. Тартылған су мен тұтылған айды көрді. Сол күні-ақ еңіреген қалың жұрттың даусы әлдекімдердің құлағына жеткен бе? Ақ киім киіп бейтаныс жандар түн ішінде келіп, жетілмей қалған мәңгілік бала бейне әулетінің бәрін жинап, бітеу қара машинаға тиеп жатты. Ішінен шыққан баласы емес пе? Қимастықпен боздаған ата-ана зарлап қала берді. Бұл сәтте Ләйлә терең сайда еді. Оны іздегендер де, іздескендер де таба алмады. Әдеттегідей ел көзінен жасырынып келген Ләйлә қыз терең сайға жетіп, жарық аймен кездескен. Ұзақ үнсіздіктен кейін балалық бар арман тілегін, Құмарға деген қыз сезімінің бой көтергенін жасырмай ағынан жарылған түнгі сай ішінде жалғыз өзі күбір-күбір еткен. Сонда ай жарықтық қыз сезімінің тіршілігінде сүйсініп, дірілдеп, жылап тұрғандай көрінген. Сол түннің суық ызғарында ұмытып, екі тізесін ебедейсіз өсіп кеткен екі қолмен құшақтап алып Ләйлә ұзақ отырды. Орнынан тұра бере, бұрынғыдай емес, денесінің ауырлығын сезді. Бойын күздің қара суға алып қалды ма, әлде ыстығы көтеріліп тұрма, егде қолдарының күші қайтып, қайраты таусылып, Қатира үйінің есігін зор ашты. Әйелдің шатынаған көздері қадалып, мұның онсыз да жаралы жанын онан әрі жаныштап жіберді. Айтпады деме, енді кешігеді екенсің, күз болмақ түгілі қыс болса да үйден қуып шығамын, білдің бе? Қатира екіленіп алыпты. Қыздың құлағына алыстан талып қасқырдың ұлығаны естілді. Қумашы, деді жалына қарап, егі дірілдеп, көзі бозарып кетіпті. Ләйлә көзін аша алмады. Мұп-мұздай қолымен аяғына әлдене тиіп кетсе болдақ, еріндері қыбырлап, Құмармысың? Сен қайда жүрсің? Мен сені сол күні ұзақ іздедім емес пе? Кел, өткендегідей мені биікке көтеріп, айналып биле. Кел, Құмар, деп сандырақтайды. Қыздың ауыр қаліне ешкімге алаңдап көңіл бөлмегендіктен, оның не айтып, не сөйлеп жатқаны үйдегілерге беймәлім еді. Тек сол күні түнде дәрігер келіп кеткеннен кейін ғана қыз әлсіреген басын көтерді. Бас жағындағы өзін бағып отырғандарға көз салды. Екеуі де көрші ауданның басшы азаматтары сияқты. Өзіңнің көңіліңді де сұрай келдік дегендеріне Ләйлә масайрап, өңі қашқан жүзіне қызғылт рең жүгіріп, көзін жерге салды. Осы келіп отырған екеуден қыз жақсылықтың нышанын күтіп, сөздің аяғын бақты. Қарағым Ләйлә, сенің де көрген қасіретің аз емес. Жаңағы сөзі бастаған күмілжіп отырып қалды да, ертең біздің ауданда қаралы жиын өтпек.
өзің сияқты балаларды өткенде қала жаққа алып кеткен, содан әлі күнге дейін хабар жоқ. Енді міне көзге көрінер өзің қалған екенсің. Ертең өтетін қаралы жиынға өзіңді қолға ұстап көтеріп шықсақ деген ой келіп еді. Сол-ақ екен. Қыздың құлағы шулап басы айналып кетті. Алапат күннің белгісі ретінде, ел басына қатер төнген күннің белгісі ретінде, иә, әйтеуір жақсылықтың емес, жамандықтың, тек жамандықтың белгісімін, оқыды-ай. Ал Ләйла жолға жиналсақ, қыз талықсып барып көзін ашты. Бұл жолы әлдебір ағыл-тегіл болып жанарына толып кететін жас көрінбеді, бірақ әлсін-әлсін өкси берді. Жамандықтың белгісі болғым келмейді. Мен аяңдаршы, мен ел көзіне оғаш, мүгедек болғаныммен жақсылықты ғана аңсаймын. Мен тек жақсылықты. Отырғандар түнеріп үнсіз қалды. Қыздың онсыз да үзілгелі тұрған нәзік жанын ешкім түсіне алмады. Намыс қойын қарай көр, жаман неменің, деп Қатира күңк етті. Ләйла көзін қайта ашып, отырған адамдарға ұзақ телміріп жатты. Сосын оларға сыбырлап: «Құмар да бола ма? Ол да сол қаралы жиынға қатыса ма?» деді, әрең жұтынып. Отырғандар еш нәрсе түсінбеді. Ләйла көзін қайта жұмып, ұзақ жатты да бір уақытта ап-анық етіп: «Бармаймын, бара алмаймын, кідірмей жүре беріңіздер», деді. Тұңғышымның да қызығын көруге жеткізді. Осыған да тәубе, осы да жетеді деп сампылдаған Қатираның даусы төсек тартып жатқан Ләйлаға ап-анық естілді. Өмір қандай арзан, бір ғана ыстығы басылмаған қуаныш үстінде жаныңды қия салу қиянат емес пе? Ой байқұс, тоқтатсайшы, тоқтат, деп Ләйланың дауыстағысы келген. Бірақ үні шықпады. Қатира үйіне келген біреуге даурығып сөйлеп жатса керек. Той өткеннен кейін-ақ қарауылдан кетемін. Қасиетті жер еді, қадірден әбден жұрдай болды. Жақсының арты жын деуші еді. Шынымен-ақ адам естіп, көз көрмеген қасіреттің бәрі Абай ата басқан топырақтан шығып жатқан жоқ па? Алланың әмірі деген осы да, деп ойлады Ләйла қыз. Төсек тартып жатқан қыз бетіне ай сәулесі түсті. Қарауылдың барлық терезесінен сығалап, іздеп, тінтіп жүріп, Ләйла қызды әрең тауып алған сияқты. Әппақ болып, дөңгеленіп, ерекше бір нұрмен қыз бетіне төніп тұр. Науқас қыз айға қарап алғаш рет жымиған. Көптен күткен жанашырын, сырласын терезе сыртынан байқап қалып, қыз жүрегі елжіреп сала берген. Өз тағдырына, адамдарға деген өкпесі сол күні ағыл-тегіл көз жасына айналды. Сол сәт жап-жарық айдан мәңгілік адасып қалатындай тағатсыздана сүйсініп тағы да қарады. Қасірет шеккен жан иесінің жалғыз ғана сырласы өзің екеніңді ұмытпа, деді. Айда, қыз да бір-бірінен ажыраса алмай, бірін-бірі қимай ұзақ аймаласты. Жарғай Ләйла қызды қара жерге қимады. Ләйла да алғаш рет айды түн қойнына қимаған. Ұзақ кідірістен кейін екеуінің бір-біріне деген тартылыс сезімі әлсірей берді. Екеуі екі тіршіліктің елшісіндей елеңдеп, алшақтап қашып бара жатты. Жап-жарғай қыз бен жерді айналып алыстап барады. Ләйла қыздың жанары айға қадалғандай қалпы айырылғысы келмеді. Соншалық қиналып жатып, тырысып еді, жігері жететін емес. Бойына біткен күш-қайрат мүлдем азайып барады, бітіп барады. Қыз бетіне түскен ай сәулесінен самайына қарай құлап, жол салып, дөңгеленіп жатқан көз жасы анық көрінеді. Жанарындағы көлкілдеген жастың әсері ме, қыз көзінің сәулесі азайып кеткендей болды. Жанталасып, егде қолдарымен көз жасын сүртіп тастауға тырысып еді, қозғалтпады. Ләйла қыз мұңайып жанарын бір жұмып, дем алып, тағы да ашамын деген, бірақ жан тапсырған төсектегі қыз суретін ұзақ аймалаған ай биіктен жылжып кетті. Мәңгілік қоштасып кетті. Екі тіршілік, бірі жер баласы, бірі түн баласы. Қатира тойға дайындалып жүріп, әдеттен тыс ұзарып, сұлап жатқан Ләйланың қасына ентелей жетіп барады да үңіле қарады. Ойбай, мына бейбақ өліп қалғаннан сау ма? Құдай-ау, өліп қалыпты. Енді қайттым. Қырсықты неменің дәл той күні өлетінін кім білген? Қатира өзінен өз сөйлеп, әрлі-берлі жүріп, сенделіп қалды. Қап, дәл той күні қылжия қалғанын көрмеймісің? Қасиетсіз неме. Той үстінде кімге барып ат үсті өлімді хабарлайсың? Жатсын енді. Менен басқа мұны әзір
сезе қойған ешкім жоқ. Деген әйелдің сумақай жүйрік ойы бір сәтте шешім қабылдап, кезеріп жатқан қыз жүзін орамалмен жасырып жаба салған. Сол бойы үйден жүгіріп шыққан Қатира сасып қалды. Алыстан өзіне таныс зарлы әуен талып естілді. Қара жамылған қарауылдың топ-топ адамдары аңырап тағы да керісіп жүр. Айтқан сөздерінен төбе құйқан шымырлап, сай сүйегің сырқырайды. Ойпыр-ау, өлтіреме қайтеді. Түнде тағы да жарылыс болды. Қатира дір-дір етті. Әлгінің өліміне сол жарылыстың әсері болмасын, деді іштей сыбырлап. Еңіреп жатқан анау қаралы топты той болатын үйіне жақындатқысы келмеді. Аулақ, тұңғышымның қызығын тойлатуға да мұша бермедіңдер ме? Өлгенде бір көрген қызығымды қисаңдаршы, тым болмағанда. Сосын әлі үйінен шықпаған Ләйланың сүйегі есіне түскенде әлсіреп, өңі қуарып, бүк түсіп отыра кетті. Қарауылдың қаралы тобыры осылай қарай бет алыпты. Шулап келеді. Қатираның дыбысы шықпады. Біресе алақанын жайып, көптен жәрдем сұрайды. Біресе екі қолын төбесіне қойып, аңырап босағасына қарай теңселіп құлай береді. Қалықтап жылжыған ай сәулесі қараңғыда қалып бара жатты. Бара жатқан Қатираның жүзіне сонау алыстағы қалпы жіп-жіңішке болып түсті. Өзі шалқайып жатыр. Қатираның көзіне ай жарылып, екіге бөлінгендей көрінді. Ойпыр-ай, деді ол сыбыр-сыбыр етіп. Ендігі жерде қарауылдың айы бұрынғыдай толықсып, сән бермейді десейші. Сүттей әппақ болып, қап-қараңғы түннің көзін ашпайды десейші. Саусақтары дір-дір етіп, кеудесін қысып бара жатқандай, бешпентінің түймелерін ағыта берді.